6 наурыз күні оқушы, 2 сыныбының оқушысы сабаққа келмейді. Анасына хабарласып, анасы тұтқаны көтермейді. Алгоритм бойынша баланы іздейміз, сынып жетекшінің үйіне жібереміз. Есігін тақылдатады, ешкім ашпайды. Сынып жетекшісіне тапсырма берілді, сағат сайын звондап, ата-анасына қоңырау шалып, оқиғаның мән-жайын алса алды деп, алмаса алмады деп айтып тұрыңыз дедік. 9 шамасында мен үйден шығып, жол-жөнекей инспекторге хабарласам, 15 минуттан кейін инспектор келеді. Аумақтық инспектор Ермеков Алишер деген. Қайтадан тақылдатамыз, ешкім ашпайды. Сонымен дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Қуаныш Валиханов екеуі көршінің есігінен секіріп. Кірген кезде бір бөлмеде свет жанып тұр екен. Светтің жарығымен қарасам, бала жатыр екен қимылдамай. Сосын келесі бөлмеде қыз жатыр екен, үлкен қызы. Соны айналып көрдік. Газдың иісі шығып тұрған. Сол сәтте ойға только келді, үйге кіру керек, балаларды құтқару керек. Терезеден кірдік. Инспектор мырза газды өшірді, мен терезелерді аштым. Екеуміз бірге алып шықтық далаға. Ішінде 5 адам болды. 2 қыз, 1 кішкентай бала и ата-анасы болды. Бесеуі де ес-түссіз, уланған әбден. Ұйықтап қалмау үшін бетін, басын ұстап, қолын ұстап, оятып отырды. Сабина, ана перзент. Қыз қалай қыз? Ояу ма? Ол кісілердің айтуынша 5 наурыз күні 10-11 шамасында ұйықтаған екен. Содан ол кісілер тұрмаған екен. Баланың аузы кеуіп кеткен, ерінің бәрінде қан, анау шөлдеген ба, енді түсінбедім. Дәрігерлер де айтып жатырды, табиғи газдан адам 6-8 сағатта өліп кетеді дейді. Ал бұл кісілер 24 сағат, 24 сағат жатқан ғой дейді. Енді оның да бір себебі бар шығар. Енді бірінші Құдайдың арқасында, екінші енді мүмкін біз себепші болып тұрған шығармыз.